шешемнің қасына көбірек боламын, қасына барып қолынан ұстаймын, бір уақыт шайын бірге ішемін, сөйлесем, балаша қалжыңдасам, екеуміз кәдімгідей қыдырамыз, қуансам, риза қылсам, мәселе қайта-қайта қолына жүзік сала беруден емес, қайта-қайта басына бір үстіне көңіл, бірге отырып, дүниедегі ең сыйлық ол құшақтау, мейірленіп сүю. Жасыратын мен шешемнің аяғынан сүйемін. Әлі күнге дейін өзім бала-шағам болып тұрып, омырауына қолымды салып жүріп, несін жасаған омырауын ұстаймын, сүйемін омырауынан. Мен неге? Себебі мен шешемнің арасындағы күндер жылдар қалды ма, күндер қалды ма білмеймін. Мен әлден қимастық бар менде. Мен әлі күнге дейін жасыратын жоқ. Мен анашым деп жазып қойған телефон, сенбесеңіз көрсетейін, анашым деп жазып қойған телефон. Bir gün onun трубкасын біреу көтермей қояды. Оның да уақыты келеді маған. Соның алдын алғым келеді, мен соның құшақтап жылаймын, сүйемін. Менің ең қиын сәттер сол ғана ауылдан қайтар кезде, үйге қайтар кезде ол кісі есіктің алдында ұзақ тұрып алады. Мен машинаның ішінде ұзақ тұрып екеуміз терезеден қарап мөлтеп жылап тұрамыз. Ол енді айтып жеткізілмайтын дүниелер. Сондықтан барында бағалау керек. Ол жалғыз шешені ғана емес, барында ағайынды, туған туысқанды, бауырларды. Менің махаббатым ата-анама деген шексіз, жасыра алмаймын. Балаларым солай болса деп ойлаймын. Бізге де кейін сондай ілтипатпен, сондай махаббатпен менің балаларым да солай қарап тұрса, шешесі екеумізді арман болмайды. Қандай керемет. Мамам сағынып кеттің уақыт өтеді. Сағыну міндет, сағыныңдар. Ол кісілерді сағындырмаңдар. Сол ғой енді жұмыспен әрлі-берлі жүріп жүреміз. Біз жұмыс, уақыт деп жүріп, телефонда алмай қаламыз. Соның кесірінен кейін әттең ай деп қалатын сәттеріміз болады. Сондықтан әттеңін айтпау керек. Осы бастан шамаларың жетсе қасында не қылым көп болу керек екен, көп болу керек.